Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Достар, бүгін сіздермен бірге талқылайтын тақырыбымыз витамин D туралы. Менің есімім Гүлжан, мен осы каналды жүргіземін. Менің каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Бұл жерде в основном денсаулық туралы, витаминдар туралы, оның ішінде айкөрп витаминдары туралы айтылатын болады. Барлықтарыңызды тіркеліп алсаңыздар, мен өте риза боламын. Ең бастысы витамин D туралы айтқан кезінде витамин D ол қазір өте популярный. Бұл витамин туралы көп адамдар қазір хабардар, көп адамдар алуға тырысады, ішуге тырысады, но кейбіреулер не үшін екенін де білмей жатқандар да бар. Сол үшін осы витамин D туралы целый видео түсіргенді дұрыс деп таптым. Витамин D3-ді мен де өзім біраз уақыт ішемін. Витамин D3 не береді, достар? Витамин D3 ең бастысы иммунитет көтереді. Кальцийдің организмге жақсы сіңуіне көмектеседі. Кальций дегеніміз ол бүкіл ағзамыздың скелеті ғой, қаңқамыз, тісіміз, сүйектеріміз, шеміршектеріміз, жүріп тұруымыз, міне бәрі кальций. Кальций ішіп жатсыз, бірақ организміңізге ол кальций нервысы етіп кетеді, егер D3 болмаса. То есть ағзаңызға сіңбейді, ол жаңағыдай керек емес жерлерге барып жинала береді. Ал D3 болса, сол именно кальцийдің жақсы сіңуіне көмектеседі. Дәл орнына жетіп, дәл керек жеріне дейін жеткенше D3 көмектесіп тұр. Сондықтан D3-дің құдіреті күшті. D3 сонымен бірге көңіл-күй, мысалы Африка елдерінде күн ыстық жерлерде адамдар өте көңілді жүреді. Неге? Өйткені D3 негізі күннен бөлінетін витамин адам организміне. Ал енді сондай кедей нашар өмір сүріп жатса да, олардың көңілдері әрдайым көтеріңкі. Ал енді керісінше, мысалы өте бай елдер, Япония, Швеция, Нидерланды сияқты елдерде өзіне қол жұмсау, өлім, өте стресс, апатия, депрессия өте көп, өткен уақытта күн жоқ. Сондықтан адамдары сондай жағдайға бейім, хотя жағдайлары өте жақсы, өте бай мемлекеттер болса да. Сондықтан D3 көңіл-күйдің витамині, стресс, депрессия, апатия болса сізде ұйықтай беретін болсаңыз, міндетті түрде D3-ді тексеріңіз. Ол үшін лабораторияға барасыз. Қазір лабораториялар өте көп. Сөйтесіз D3-ға деп анализ деп айтасыз, немесе кальциферолға деп айтасыз. Сосын нормаларын айта кетейін енді. Нормаларына келген кезінде минимальный норма ол 30. 30-дан төмен болады, конечно, ол өте төмен. 30 минимальный норма, стандартный, нормальная норма ол 90, 90. Егер организмде D3-іңіз 30 мен 90 арасында болса, это нормально. 30-дан төмен болса, онда сізге көбірек дозасын ішіп, D3-дің организмде D3-дің уровенін көтеріп алуыңыз керек. Бұл витаминді, достар, шақалақ туыла салған баладан үлкен қарт кісіге дейін ішу керек. Міндетті түрде ішетін витаминдардың бірі. Мына жерде менде 5000 доза. California Gold Nutrition деген фирма, бұл айкөрптің, айкөрп платформаның өзінің собственный фирмасы. То есть айкөрп платформа әр фирманың, әр брендтің витаминдерін сатып келіп, уже ол зерттеді ғой, қай витаминдер жақсы өтеді, сөйтіп өзі брендтер шығарып, өзінің жеке витаминдерін шығарумен айналысып жатыр. То есть үлкен деңгейге шығып кетті да. Солардың бірі California Gold Nutrition деген фирмасы, өте жақсы фирма. Менде омега-3 да бар. Вот. Өте жақсы фирма, енді бағасы көп жағдайда жақсы бағада акцияда тұрады, өйткені өзінің собственный фирмасы болғаннан кейін әрдайым сайтта осы витаминдарды бірінші шығарып қояды. Енді кімде болса өз товарын бірінші өтсін дейді ғой, сол мақсатпен бірінші шығарып қояды. Мына жерде менде 5000 доза, күнделікті 1 штуктан ішемін. Қазір ашып көрсетейін сіздерге. Мынандай келеді. Сумен ішеріз, түкті білінбейді. Сумен ішкен кезінде былай ғой, таңертең тұрам, каша жасаймын ғой, кашаның алдында омега-3 мен D3-ді бірге ішемін, екеуін, бір штуктан. По идее, мына жерде 2 штук ішу керек, қазір бірақ мен 1 штуктан ішемін. Сосын неге? Өйткені бұлар жирорастворимый, то есть маймен бірге жақсы сіңетін витаминдер, что витамин D3, что омега-3. Вот, сондықтан обратите внимание, міндетті түрде бұларды кашамен, майлы тамақпен бірге жеу керек, сол кезде жақсы сіңеді организмге. Сосын тағы да бір түрі бар D3-дің. Тағы да бір түрін айтпас бұрын, достар, дозаларын айтып кетейін. Жаңа 30 дедім, мен мысалы көп пациенттер айтады, менде 30-дан төмен болып кетіпті D3 дейді. Ондай кісілерге бізде 10.000 доза бар, 50.000 доза жазады дәрігерлер. Егер сізге дәрігер 50.000 доза жазса, если что, мен мына жерге суретін қоюға тырысам, менде просто өзімде наличие жоқ. 50.000 дозасын берген кезде, достар, оны күнделікті бір өзін ішпейсіздер. Оның өзінің ішетін инструкциясы бар. Оны күніне бір мезгіл ішесіздер, аптасына бір рет деп жазады дәрігерлер.
желательно 5 күнде бір ішуге тырысу керек. Сосын 1 ай 2 ай бойы тоқтамай, даже 1 ай бойы тоқтамай ішіп қайтадан анализ тапсырып көресіздер разницасын, сравнительно. Егер D3 организміңізде көтерілсе, онда это уже хорошо. Дальше дәрігермен кеңесесіз, может сізге одан сәл төмен дозасын жазып береді. Вот. Бірақ достар, мен сіздерге басқа витаминдерді айта алмаймын, бірақ айкөптағы D3-лар, что мен ұстап отырған фирма, что бренд Now, бізде көп фирмалар D3 шығаратын, D3 өндіретін. Солардың қай-қайсысын алсаңыздар, олар шын сапалы, олар шынында уровеніңізді көтереді. То есть ақшаңыз на ветер кетпейді да. Мен қанша адамдардан естимін, мен D3-ні көбейді деп қуанып, қаншасы жазады, звондайды. Үлкен бабушкаларға дейін осыны ішіп, результат көреді. Енді 10.000 доза деген бар, ол да жақсы доза. Оны күнде 1 штуктан ғана ішесіздер деп айтады, немесе 2 күнде 1 деп айтады. Егер сізге дәрігер 10.000 доза деп жазса, сіз мына түрін алсаңыз, онда 1 таблеткасын, 2 таблеткасын ішесіз, сонда сізде 10.000 доза болады. Норманы орындайсыз, Вот. Сосын енді круглый год ішпесеңіз де, мысалы, уровеніңіз көтеріп алдыңыз ба, 1 ай демалсаңыз болады. Бірақ достар, міндетті түрде қайтадан ішу керек. Өйткені бұл D3 организмде тез смывается. Бүткіл процесске қатысады ғой, иммунитетті көтереді. Сосын бұл магнийдің сіңуіне көмектеседі, кальцийдің сіңуіне көмектеседі. Өте көп рөл атқарады да, и организмнен тез сіңіп шығып кетеді. Сосын кейін кішкентай балаларға 2000 дозасын дәрігер негізі үлкендерге бұрынғы замандарда 2000 доза ұсынады екен. Қазіргі заманда 2000 доза емес, уже 5000 дозаға ақырындап бәрі өтіп жатыр. Егер 2000 дозаны да ішетіндер бар. Сосын совсем кішкентай, енді туылған балаларға жидкий түрін берген дұрыс. Ол пипеткамен болады. Енді мынау сияқты, бірақ примерно көрсете салайын, Онда пипеткада сатылады. Оны былай аласыз да, бүйтіп неғып, бабупаның тілін ашып тұрасыз, немесе ерін астын қиырын алып, мынаны капать етіп жүресіз, 2-3 каплясын болды. Ол 400 дозадан болады, 500 дозадан болады бепеген. Туыла салған балаларды айтып жатырмын да, D3 рахаттың алдын алады. То есть балалардың сүйегі барлығы тезірек қатайып сөйтіп өсуіне көмектеседі D3. Осыным педиатрлар сөйтіп назначить етсе, айкөптен алып жатсаңыз, солай аузына тамыз жібересіз, артынан емізіп жібересіз деген сияқты. Совсем шақалақ балалар, үлкендеу балаларды уже аузына жаңағы сумен араластырып бересіз, немесе артынан су беріп жібересіз, тоже пипеткамен болады, чайный ложкамен набирать етесіз, аузына құйып, солай жібересіз. Ал уже кішкене есейген балаларға мармеладный түрі бар, сосын кейін таблетка түрі бар. Менде таблетка түрі бар еді, жаңа столда әкелмеппін ғой. Таблетка түрі бар. Сосын кейін мынандай уже 2000 дозаға өтесіз, дәл осы сияқты болып келеді. Дөңгелек. Не деп айтқан? Софт гель дейді, жидкий. Мынаның іші жидкий гель. Май ғой. Вот. Тағы не айтамын D3 туралы. D3-ді сосын кейін организмде көп жақсы сіңу үшін, мен D3 деген өзі ғана тұр, еще аптекалардан көрсеңіздер болады. D3 плюс K2 деген түрі бар. K2 деген именно мына D3-дің тоже организмге толықтай сіңуіне көмектесіп тұрады екен. K2 деген түрін, егер бос түрін алып қалсаңыздар, K2 түрін бөлек сатып алып бірге ішсеңіздер болады. Немесе уже дайын бірге двойной недегі дозадағы несі бар, дайын версиясы бар. Если получится, ана жерге фотосын қойып кетем. Ең танымал деген осы айкөптағы осыны көп жағдайда осы түрде заказ береді. Ол Solar деген фирманікі. Like Avenue Nutrition. В принципе, на California Gold Nutrition тоже оны өндіреді. D3 плюс K2 деп тұрады мына жерінде. Енді сізге дәрігер жазып берсе, қандай дозада ішу керек десеңіз, маған қандай түрін алу керек екенін білмесеңіз, хабарлассаңыз, мен сізге именно подобрать етіп беремін, именно қай түрін ішетініңізді. Вот, Алматыда тұратын болсаңыздар, достар, бизнес карт Алматы қаласында бүкіл Қазақстан бойынша жібереміз. Почтамен жібереміз, сосын кейін нелермен через курьеров жібере береміз, немесе өздеріңіз келіп, салонға складтан алып кетсеңіздер болады. Вот. Біздің қазіргі складтың адресі 2-ші Алматы вокзалы. Так, барлық информацияға айттым деп ойлаймын, D3 туралы, дозалар туралы айттым, қалай ішу керек екенін айттым. Достар, егер мен ұмытып кетіп жатқан, сіздер керек болған информациялар болса, видеоның астына жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап жазатын боламын. Осымен бүгінгі D3 туралы айтқан информациямызды аяқтаймын, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.